Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама хош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Келіскен уәдесі бойынша Әулиеатадағы түрмеге өрмен кездесуге Мәриямның жол ашуымен барды. Есімін сырттай естіген жігітті көргенде, Бұланның есіне бала кезде шекелеспекке кеуде тірестірген балаң ерегісте айтылатын, бір ұрғанда боқ қылам, екі ұрғанда жоқ қылам дейтін дөңайбат сөз түсті. Мынау дәу сарының сол бір ұрса жоқта, боқта жасайтын қара күштің иесі екені көзге ұрып-ақ тұр. Боксқа қатыстың ба деді Бұлан, сыр тарта қарап. Қатысуын қатыстым. Оның саған не қажеті бар? Одан да Иорданды ұрған-ұрмағанымды сұрауың керек шығар. Негізгі жұмысың сол емес пе? Оған да үлгереміз. Боксер екенсің. Қорғаныс әдісіңді ұсташы. Мен де бокспен шұғылданғанмын. Тіресіп байқайын деген Бұлан әуелі өзі бокстасатын сияқты екі қолын кеудесіне жинай бөріге қарсы тұра қалды. Мынаның қылығына қызыққандай бөрі де оң қолын жағына тая, сол қолын алға созып, аяқтарын алшита. Келсең кел, деді миығына мысқыл жүгірте. Болды, осы да жетеді. Шынымен де бокстасыпсың. Оңқай екенсің ғой. Солақай болғаныңда түрменің емес. Спортшылар көтерілетін 3 түрлі тақтың біріншісінен түспейтіндей жөнің барын байқадым, деп оған күле қарады Бұлан. Енді әлгінде өзің айтқан Иорданның мәселесіне келейік. Кенет бөрі тұлан-тұта ашуланды. Сол кісіде қадалған жерінен қан алмай қоймайды ғой. Қоймағанын сөгіп сонша кімге ренжідің? Өтірік білмегенсімесейші. Иорданның мамасы Мәриям әкелмесе, саған әншейінен әншейін түрменің есігін аша салмайды ғой. Мұның да рас. Сол кісінің куәлік етуінше сен сол күні биге барыпсың. Ал өзгелер барған жоқ. Туған күн кешінде болды деседі. Құдайшылдығыңды айтшы. Осының қайсысы шын? Тоқпақтай жұдырықтарын жұмулы күйінде үстел үстіне дүк еткізіп қойған бөрі екеуі де шын деді. Мен Қаратастың бір шетіндегі 40 кепеде кластасымның үйінде туған күн вечерінде отырдым. Биге бару ойымда жоқ еді. Біраз сілтеген арақтың күшімен бір билеп қайтуға аңсарым ауды да, ақыры өзімді өзім тежей алмай, мәдениет үйінен бірақ шықтым. Табалдырықтан аттаған сәтте аңтарылған жастарды, жерде құлап жатқан Иорданды көрісімен дереу сыртқа шыға жөнелдім. Сол кезде есіктен алқын-жұлқын кіріп келе жатқан Мәриям апаны байқасымен, көзіне шалынбау үшін топырлаған көптің ортасына ағыстым. Ешкімге назар аудармай ішке ұмтылған ол кісі мені байқамадыға есептегенмін. Бірақ аңғарып үлгеріпті ғой. Ол Гречанкіден бой тасаланғаным, баласымен бір-екі би кешінде ілінісіп, жігіттер ажыратқан. Иорданды ұрып құлатқан мен еместігімді дәлелдегенімше, талай пәлеге шатылатынымды, Мәриямның оңайлықпен құтқармайтынын ойлап безе зытқанмын. Сапырылысқан жұрттың көбі менің кіріп шыққанымды байқамады да. Бірақ тергеушілер сол кісінің айтуымен соңыма түскенде, туған күнде болғанымды растағандар мен барғанымды байқамағандар куәлік берді. Шынын айтқанда, мәдениет үйінде жолыққан 10 шақты таныстарға көрмедік деуге тиісті екендіктерін ескертіп үлгергенмін. Сонымен полицияның күдігінен басымды арашалағаныммен, Мәриям апаның күдігінен әлі күнге құтылмай-ақ қойдым. Ал Иорданға саусағымның ұшы да тиген жоқ. Тіпті онымен тірідей сол күні ұшыраспадым да. Сен оның анасына менің дәлелдерімді айтып, соңыма түскен пәлесінен құтқаршы. Бұлан түрмеден ұзап бара жатып,
Кімнен кімді құтқаратын болдым осы деп мырс етіп күлді. Біраз ойлардан соң Зәмираның жазғаны есіне түсіп, бұрынғы биік құмар қызды бүгінде балалы шағалы келіншекті іздеуге бел байлады. Мәриямның көмегімен ол да тез табылды. Үйінде жолыққандағы оның баяндаулары осыдан 17 жыл бұрын жазған түсінігінен өзгермеді. Сөзін аяқтап өзіне қараған Зәмираға суреттерді ұсынып, «Мына адамдардың арасында сіз көргендегі құлаған қызды сүйемелдеген әлде құшақтаған жігіт бар ма?» деді. Қағаздағы бейнелерге кезек-кезек үңілген ол. «Осы жігіт сияқты» деп билеушілерге сілте қараған біреуді көрсетті. Арада қаншама жылдар өтсе де, дәл сол екенін қалай таныдың? Біздің жас кезіміздегі ерекше түрге есептелетін аяғындағы нәски әппақ, ал кроссовкасы мен үстіндегі футболкасы қып-қызыл еді. Суретте қара болғанымен менің жорамалым солай ағасы. Бұл жігітпен етене таныстығың бар ма? Жоқ, мүлде ұшырастырмаған адамым. Осы кезде манадан екеуара әңгімені тыңдап, суреттерге қарап қойып отырған Зәмираның күйеуі Ақылбек. Мен танимын. Ботабай ғой, бұл әлдеқашан Қаратастан Таразға көшкен. Жалпы талайдан жолығыспадық та. Жанындағы қызы Фарида бізбен кластас еді. Екеуі үйленген. Бірақ кейіннен ажырасыпты. Фарида қазір осында төркінінде әке-шешесінің қолында. 2 бала, 1 қызы бар. Мүмкін сол келіншегі білер қайда екенін. Өйткені бала шағасымен хабарласпауы мүмкін емес қой деді. Бұл боталы балаңыздың бұзықтығы жоқ беді. Жас кезімізде бәрімізде шудың қай тұстан естілеріне елеңдеп өстік қой, білекті сыбанып. Ботабай да төбелестен қара жаяу еместі. Қалада мектептер арасындағы бокстан өтетін жарыстардан ылғи жүлдемен оралатын. Қаратастағы ересектер құрамасына қабылданды да. Көбіне қарсыласын нокаутқа жіберіпті дегенді жиі еститінмін. Облыстық жарыстарға да қатысқанын білемін. Бірақ бөрі сияқты қаланы бөріктірген емес. Жөнімен жүретін. Бұл мәліметіңізге рахмет. Менің сізден өтінішім, әлгі келіншектің, яғни Фарида кластасыңыздың үйіне алып барсаңыз, деді Бұлан. Оның сөзін екетпей жол бастаған Ақылбек. Ботабай адам ұрып өлтіретіндей қаныпезер емес. Соны бекер-ақ әурелейсіз-ау, деп қалды. Неге Ботабайды әурелейсіз дейсіз? Онымен әлі кездескенде, сөйлескенде жоқпын ғой. Ол емес, таба алмай әуреленуші мен емеспін бе, деген Бұлан күлді. Фариданың үйі қаланың орталық ауданына қарайлас екен. Тез жетті. Аулада жолыққан жігіт ағасы Ақылбекпен амандасып, оның жанындағы бейтаныс адамға сұраулы жүзбен қарағанда, Бұлан амандасуға қолын созған. Сөйткенше Ақылбек Фариданың әкесі Түгелбайдың қаладағы абыройлы азамат екенін таныстырып, қонақ жігіттің Фариданы іздеп жүргенін айтып үлгерді. Дәлірегі, маған сіздің қызыңыздан бұрын оның жұбайы Ботабай керек. Соның дерегін білетін шығар деген оймен есік қақты ағасы. Жауаптасуға асықпаған ол кісі екеуін соңынан ерте табалдырықтан аттай. Бәйбіше, дастарқан жай, шай пайыңда кел, Фарида қайда, деп кіреберістегі асханаға қарата дауыстады. Өзі меймандарын бастап, қонақ бөлмеге өткен соң Бұланға, Фариданы қазір осында шақыртамын. Біз Ақыл екеуміз сендер сөздеріңді бітіргенше бәйбішенің үстеліне бара тұрайық, деп есіктен көрінген қызына, сенімен Ботабай туралы сөйлеспекші. Не мәселе екенін сұрамадым. Өзің тыңдарсың, деді де Ақылбекті ілестіре келесі бөлменің есігін ашты.
Бейтанысқа не білмексіз дегендей сұраулы жүзбен қараған Фаридаға отырып сөйлесуді айтқан Бұлан өзіне таяу орындықты нұсқады. Бұланның Мәриям апаның арызы бойынша жүргенін, Иорданның қазасына қатысты Ботабайды іздейтінін естігенде, бұған мүлдем аңтарыла көңіл қойған келіншектің жүзінен Иорданның өліміне оның қандай қатысы бар деген сұрақты таныды. Арада 17 жыл өтсе де, анасы баласын жоқтауын да, өлтірушіні іздеуін де тоқтатпаған екен. Қалалық полицияға оқиға болған күні биге қатысқандардың бәрі дерлік жауаптарын жазып тапсырыпты. Суретке, видикке ілінгендердің арасынан біраз жігіттер мен қыздардың түсініктері алынбағанын аңғарған соң, қазір соларды іздеп тауып, қағаз жинаудамын. Ал сіздің де, сол кездегі жігітіңіздің де жауаптарыңыз жоқ. Қаратасқа келу себебім осы. Екеуіңіздің ажырасқандарыңызды әлгінде Ақылбектен естідім. Ботабай мұндай емес, әулие атада сияқты болжауымдауымша. Оның дәл мекенін білетін шығарсыз. Одан бұрын Иордан құлаған сәтте екеуіңіз қайда, қандай жағдайда едіңіздер? Есіңізге түсіріп, қағазға жазып бересіз бе? Әлде сұрайын ба? Жазу мен үшін қиындау. Одан да сұраңыз. Мүмкін сіздің сұрақтарыңыздан ұмытылған жағдайлар ойыма оралар. Иорданды танисыз ба? Есімін сыртта еститінмін. Жақын таныстығым болған емес. Ботабай ше? Ол танидау деймін. Өйткені екеуі де қаланың атын шығарып жүрген спортшылар ғой. Оны өзінен ақиқаттарсыз. Сіз би үстінде сүрініп құлаған жоқсыз ба? Фарида күлді. Ол да маңызды ма? Би қызып жатқан. Кенет біреу мені иығыммен арқа тұсымнан оңдырмай қағып жібергенде, етпеттей бере шөкеледім. Топырласқан билеушілердің аяқ қимылдарынан сескеніп, тіземнің ауырғанын елеместен жан ұшыра көтерілгенімде Ботабай құшақтай алды. Содан соң екеуміздің де назарымыз кенеттен қаумаласа қалған топқа ауғанда, Иордан дегеннің сүрініп пе, әлденеге шалынып па құлағанынан есін жимай жатқанын естідік. Би де тоқтады. Сол арада жедел жәрдемде полиция да келді. Бір жақтан Мәриям апамыз да жетті, дүниені басына көтере айқайлап. Аяғымда ауырсынған мен Ботабайдың сүйемелдеуімен сыртқа шығып, ешкімге қарайламай үйді үйімізге қайттық. Көп ұзамай Ботабайдың қалауымен үйленіп, әулиеатаға қоныс аудардық. Ол қазір сонда, ұл қыздарына соғып тұрады, бірақ жиі емес. Сұрағаныма айып етпеңіз, не себепті ажырастыңыздар? Алғашқы 10 жылдай өте жақсы өмір сүрдік. Кейін келіспеушілігіміз көбейіп, отбасымыздың берекесі қашты, мүлдем. Ақырында мен Қаратасқа оралдым. Өкінішті, байқауымша, ажырасуларыңыздың себебі Ботабайдың тарапынан жұмбағы көптеу жағдайлармен байланысты тәрізді. Есіңізге түсіруге тырысыңызшы. Тізерлей отырған сәтіңізде өзіңізді қағып құлатқан жігіттің кім екенін байқап қалмадыңыз ба? Етпеттей жығыла жаздап шөкелеген менің нөпір топтың арасынан арқамнан соққан адамды аңғаруым мүмкін емес қой. Жігітіңізбен қалай биледіңіз? Құшақтасып па әлде екі жаққа бөліне ме? Фарида мырс етіп күлді. Ол кезде әлі құшақтасатындай үйреніскенде, үйлеспегендеміз. Демек, ондай жағдайда сізге қарама-қарсы билеген Ботабай қаққан жігітті аңғарып, кім екенін айтқан шығар. Фарида басын жайқап, ол да білмеді-ау, егер көзімен көрсе, міндетті түрде жаға ұстасар еді. Онда ештеңе болмады.
Неге болмады дейсіз? Сіз жығылып, ұшып тұрғаннан кейін-ақ іле-шала үйордан құлап, есін жинамаған күйі о дүниеге көшті емес пе? Оның бізге не қатысы бар? Жалпы музыкаға елте шыр айнала секіріп билегендерді бір бақытта көріп байқау қиын еді топырдан. Ботабай мені қаққанның кім екенін сәл ғана аңғарса, әлгінде айтқанымдай төбелес шығар еді. Егер сіздің көзіңізге шалынбаған қағып құлатушыны Ботабай байқап, өзіңізді тұрғызудан бұрын алаңсыз билеп жүрген үйорданды бірақ соққымен ұрып жықты десем, қалай қабылдайсыз? Жоқ, ол мені құшақтай жалт бұрылып, оң жағына қарағанынан әлгіндегі есер соқтана билеген жігітті іздегенін байқадым да, тіземнің ауырғанында елеместен оны қолынан ұстап билеуге тарттым. Ол да маған икемделгенде ғой үйорданның құлағанын естігеніміз. Содан Ботабай екеуміздің сыртқа шыққанымызды жаңа ғана сөз еттім емес пе? Өзіңіз бе әлде жігітіңіздің жетелеуімен бе? Әрине, соның жетелеуімен. Егер оның сүймелі болмаса, соншама сапырылысқандардың ортасынан ауырсынған тіземдегі жарақатпен тез жол табуда қиын тиер еді маған. Ондай екі-үдай сәтте ешкімге қақтырмай соқтырмай алып өту жігіттің міндеті емес пе? Кейінірек Ботабайдан мені үйорданның қағып құлатқанын байқап, оны ұрған сен емессің бе деп сұрамадыңыз ба? Жағдайдың мүлдем басқаша екендігін көре тұрып сұрағаным ақымақтық болмай ма деген Фарида енді ренжіңкірегендей сөйледі. Осы кезде есік ашқан үй иесі Түгелбай Бұланды дастарханға шақырған еді. Дәм үстінде Ботабайды іздегеніңе қарап, қарыздан қарыз жамаған күйеу баламды таба алмай сандалақтаған әлдекімге жорығанмын. Сөйтсем, сапарыңның мүлдем бөлектігін Ақылбектен естідім. Фариданың сізге не айтқанын білмеймін. Ал күйеу балаларымның ішіндегі көңіліме қонатыны осы Ботабай болатын. Өкіндіретіні, кейіннен құмар ойынға желікті де бәрінен жұрдай айрылды. Дегенмен, қазір Фаридамен хабарласып, қарыздарымнан түгел құтылдым. Бұрынғы әдеттің бәрін тастадым. Қосылайық дейтін сияқты. Бірақ қызым әлі де сенбей бармай отыр, деді. Құмар ойынға салынудың да себебі бар шығар. Жеңіл көлік алмаққа біреуге қарызданыпты. Сол берешегін өтеуді әрі үстінен пайда табуды көздеп, әлгі қарызданған теңгесін құмар ойынға салған шамалауымда. Оның соңы үйін саттырып, отбасының далада қалуына дейін соқтырған ғой. Мойнына ілінген борыштарынан құтылу үшін сапақтанда біраз ақша алған ба. Ол да Әулиеатадағы үйіне алашағын өндірмекке қайта-қайта барыпты. Соның бірінде Фарида жолығып, неге іздегенін сұрағанда, Ботабайдың өзіне берешек екенін жайып салады. Ал күйеу балам ешқандай қарыз құрызым жоқ, құтылғанмын дейтін көрінеді. Ботабай несиені жерлессініп сұраған сірә. Сапақ ақшасыз емес қой. Көмектеспекке шарттасып ұсынған шығар. Бірақ мұның күн көрісінің жүдеулігін аңғара тұрып, соңынан қалмай қылқылдағаны дұрыс емес, бұрысау. Фаридаға күйеуің қарыз десе, Ботабай құтылғанмын десе, екеуінің бірі өтірікші. Менің білуімде бұл сапақ несиенің пайызын шырылдата көтеріп салады екен сұраушының қалтасына. Содан қарызын өтегенмен пайызынан құтыла алмай, сапақтан қарадай қашып жүргендер аз емес Қаратаста, деді Ақылбек. Сонда оның видеодан да бөлек табыс көзі бар байма деп қызыға сұрады Бұлан. Сол сурет пен видеодан басқа бұлағын көрмедім байлығының. Әйтеуір соңғы
10-15 жылда машинадан машина ауыстырып, қабаттап үй жаңартып, жағдайы оңалды Сапақтың. Естуімше, аяғын мүлт басқан қызметкерлерді, қалталыларды аңдумен суретке түсіріп, видикке тартып, сонысын ертеңіне апарып көрсетіп, егер осы теріс қылықты бейнелерін сатып алмаса, Астанаға дейін жария ететінімен үркітетін, сөйтіп пайдасын еселейтін көрінеді деген Түгелбайдың сөзін Ақылбек одан әрі жалғастырды. Тойда қызып қалған немесе бұраңдап, жас қыздармен билеп жүрген қаланың, қонақтардың тәуірлерінің сілесін қатыратын бәлеқорлығының астары ашылып қалған соң, алғашқыда той тамашасын видеоға таспалағандар кейіннен шақырмауға айналыпты. Бірақ Сапақ, неге тойыңның бейнебаянын маған түсіртпейсің? Ендігі ісім сенімен деп әлгіні аңдып, бір сүрінгенінде түсірген суреттерін алдына тастайды екен. Қазір Қаратастағы тойдың бәрінің бейнебаянын жасау Сапақтың ғана еншісінде. Жалпы Қаратастың бәлеқоры да, блогері де сол. Тіпті өзіміз түгілі көрші облыстың аудандарында шолып қайтады дейді білетіндер. Әйтеуір қанатын кеңге жайған оны үлкенді кішілі әкімдердің бірсыпырасы таниды. Осылай қорқытумен, алдап сулаумен, құрастырған беделімен шайқабақ жүр. Ботабай онымен бекерақ байланысқан. Бірақ әлгі құмар ойынға басын бір сұққан пендеңнің қайтып сырт айналмағы қиын. Сыбайластары да еркіне жібермейді деседі ғой. Сырын алдырғандар деп қыза түскен алуан қырлы әңгімелерден біраз мәліметті көңіліне түйіп, Ботабайдың мекен жайын, қалта телефонын жазып алған бұлан үй иелерімен қоштасып, Сапақтікіне бет алды. Іздеген адамы үйінде екен. Сөйлесіп жағдайды пәйттеген соң, бірденінен 17 жыл бойы сақтап не қыламын сонша суретті. Өздеріне керегін полицейлер сол кезде-ақ алып қойған. Дәл қазір менің қолымда Иорданға қатысты жұқанада қалмады деп аузын қу шөппен сүрте сөйледі. Сен биді тұтас түсіріп үлгермесең де, экраныңнан біреудің Иорданды ұрып жібергенін байқаған шығарсың бәлкім. О, сіз де айтасыз ау. Дәл сол уақыттағы Қаратастағы ең бай әйелдің баласын, спортшы әрі бұзықтығы да бір есекке жүк болатын Иорданды ұрмақ түгілі, оған батылы жетіп, кім саусағын шошайталар екен. Мысалы бөрі. Иә, егер екеуі ілініссе, ол бетпақ қолын бір сілтеуін сілтейді. Бірақ дәл сол биден оны көрмедім. Кейіннен қаланың бір қиырындағы кластасының туған күніне қатысқанын естідім. Биге келгенін шынымен байқамадың ба? Келмегеніне куәлік етіп тұрмын емес пе, дәл қазірде. Биге қатысқанның тағы біреуі Қаратастағы мықты боксер Ботабай деген екен. Ботабай деймісіз? Оны қайдан танисыз? Таныстығым жоқ, жолыққанда адамым емес. Бірақ осы іспен жүргенімде сөйлескендердің әңгімелерінен естідім. Ботабай ма? Ботабай деген Сапақ ойлана сөзін жалғастырды. Оның махаббат болып жүрген қызы Фаридамен бидегенін көрдім. Видеодағы көрініске де әдемі ілігіпті. Бірақ оның Иорданға жұдырық сілтегенін байқамадым. Тіпті оны не үшін ұрады деп ойлайсыз? Егер нақты жағдайды дәлелдеп, анықтауға шын ниеттенсеңіз, Мәриямның сабан ақшасын жұмысыңызға қоспайсыз ба деген Сапақ көзін қулана жымситып күлгенсіді. Бұдан арғы сөздің жүйесіздене бастағанын аңғарған бұлан, онымен сыпайы қоштасып, бірімен бірі
қайшыласқан қалың ойдың шырмауында Қаратастан Шуақты кентке қайтты. Иорданның қазасына байланысты сызылған сызба екеу. Полицияныкінде оның денесінің сахнаға жақын жатқаны нобайланған. Ол тұста адамның басы соғылып өлетіндей ештеңе жоқ. Төңірегі ашық және соншама топырлай билегендердің ортасындағы Иордан жерге бірденінен шалқасынан сұлайып түскенге дейін бірнеше билеушіге соқтығысып, құлаудың екпіні басылып барып, жығылғанда оның бірденінен есінен танып, одан әрі демінің үзіле салуы екі талай. Ал фотоға түсіргенде жасалған сызбада дене сахнаға қарама-қарсы қабырғаға тақау бейнеленген. Міне, осы қабырғалықта билеушілердің сиректеу болуы әбден мүмкін. Бұл екінші жағдайда ауыр соққы алғанда немесе шалынысқанда бар екпінмен құлаған Иорданның басын цемент жақтауға оңдырмай ұратыны даусыз. Мәриямның баламды біреу ұрып өлтірді дегеніне кереғарлық осы. Сондықтан да бұл тұста қылмыс құрамы жоқ. Жазым ғана бар деген тергеушінің тұжырымы негізді. Демек, осыған сүйеніп мұның да Иорданға қатысты әрекеттерін тоқтатқаны дұрыс сірә. Бекерден бекер өзі де әуреленіп, Мәриям апайды да үміттендіріп, сағызша созу түкте пайдасыз іс. Осындай тұжырыммен демалуға жатқанымен Бұланның көзі ілінбеді. Мәриямнан бұрын өз жанының тыншу табуы үшін Ботабайды іздеп, кісі өліміне соқтырған оқыс оқиғадан оның тазалығын анықтауы керек. Әйтпесе ұйқысының осылайша шала болғаны болған. Қолына алған жұмысындағы оқиғаның шындығына жетпей, басылмайтын мазасыз мінесі өзіне анықта танық. 2-3 күн демалып, әрі Иорданға байланысты жинақталған қағаздарды тағы бір ой елегінен өткізген Бұлан көп ұзатпай ақыры Әулиеатаға аттанды. Жалдамалы пәтерінде Ботабай жоқ екен. Телефон соқты. Тез байланысқан оған өзінің Қаратастан Фариданың жөн сілтеуімен келгенін айтқанда, Ботабайдың даусы күшейе естілді. Сен кімсің? Фариданы қайдан білесің? Ол не үшін танымайтын әлдекімді маған жіберді. Жолығайық. Мен біреулерді іздеп Қаратасқа барғанмын. Әңгіменің түйіні сізге тірелген соң, мекен жайыңыздың жобасын Фаридадан алдым. Келген жұмысым тез бітуі үшін уақыт оздырмай жолықсақ дұрыс болар еді. Жарайды. Сөзіңе қарағанда менің пәтерімнің маңайында сияқтысың ғой. Сол жерде күт. Қазір жетемін деген Ботабайдың үнінен мені белгісіз адам не үшін іздейді деген күдіктің нышаны байқалмағанын аңғарған Бұланның көңілін бекерақ әуреледім бе деген өкініш қобалжытып өтті. Ғырылдай естілген мотор үнінен көбірек жүріске шалынғаны аңғарылатын. Ауди түтінден кіре жетіп тоқтады да, одан еңсесі тікте кесек денелі, спорт тілінмен әспеттегенде формасын жоғалтпаған қара қасты, шүңірек көз жігіт түсіп, бұған жанарын қадай сөйледі. Төркініне тығылған қатыным арқылы тапқан менің іздеушім сен бе? Иә, мен. Пәтеріңізге кіріп әңгімелесейік. Өзін билеңкірей сөйлеген бейтанысқа сынай қараған Ботабай, алимент даулауға жұмсаған Фариданың адвокаты емес пе осы? Ол қатын маған құлағына тыныштық берсем, ешқандай алимент те сұрамайтынына, бір тиында көмегімді қажет етпейтініне уәделесіп зытып еді ғой төркініне, деп іштей түйілді. Үйге кіріп, бас түйістіріп отыратындай әңгімең ұзақ па? Мына машинаның ішін жақтандырмаймыз ба?
Қатынымның жұмсауымен іздегеніне қарағанда, менің аты жөнім мен кәсібіммен толық хабардарлығың анық. Ал өзің кімсің? Кешіріңіз, менің аты жөнім Бұлан Еркеұлы. Адвокатпын десем де болады. Ал әңгімеміздің ұзаққа созылуы да, тез аяқталуы да екеу ара ортақ пәтуаға байланысты. Жарайды деген Ботабай пәтерінің есігін ашып жатып, адвокат жалдағанына қарағанда, қатынның серттен тайғаны ғой бұл деп тағы да шекесі тырыса Бұланды ішке өткізді. Асханасы бөлек бір бөлме екен. Ботабай Бұланға шағын үстелдің жанындағы орындықты нұсқады да өзі қарама-қарсы жайғасты. Шуақ кентшелеп, шәйпайға ізетпен емексітіп, сыпайы-сымай-ақ қояйын. Біздің қатынның не сұрайтынынан бастай бер әңгімеңді. Қатын деп қайта-қайта қақылдағандағы Фаридаңыз ештеңе сұрамайды. Менің келу жұмысым мүлдем басқа. Ботабай еңкейіңкіреген немқұрайды қалпынан енді орындығын сықырлата тіктеліп отырды. Менің сапарым осыдан 20 жылдай бұрын Қаратастағы мәдениет үйінде билеген биіңізге қатысты. Енді Ботабай қарсы алдында үстелге қолтығына қысқан папкісін қойып, өзіне жағын таяна қадала қараған Бұланға назарын тікті. 20 жылғы биді еске алғаны несі? Дені сау адамның сұрағы емес қой мұныкі дейтіндей көзінің жымсиғаны. 20 жыл бұрын мен 20 жаста едім. Бейсіз бір күніміз бос өтпейтін ол замандағы қай би есте қалды дейсің? Сонда сендей адвокатты жалдаған қатыным қай биді анықтау керегін айтпады ма? Әлде бидің тарихын сол біледіге жобалап жіберді ме деп ащы жымиды Ботабай. Би туралы сұрағанда Иорданға қатысты болса, бірденінен бұзылған рең басынан сыр алуды есептеген Бұлан Ботабайдың алаңсыз әрі кекетумен отырғанына қарап, грек баланың оқиғасынан бейхабар ғой мынау деп, іштей өзінің әуре тірлігіне тағы да қынжылып, әңгімесін осы жерден үзе салмаққа иек арта бере. 20 жасыңызды билеген барлық билеріңізді емес, соның ішінде ерекше оқиғаға соқтырған биді есіңізге түсірсеңіз деді де, папкісінен қара түсті бір суретті алып Ботабайға ұсынды. Суреттегі адамдарды танисыз ба? Егер танысаңыз қай жерде, қай кезде билегеніңіз және сол күні қандай оқиғаны бастан кешкеніңіз жадыңызға оралар. Күңгірттеу бейнеге үңілген Ботабай, мына біреудің кейіптері маған ұқсайтын сияқты, бірақ дәл өзімін дей алмаймын. Бұл адамдарды кім фотоға ілсе де оңдырмапты деген ол тағы да ащы мырс етіп суретті қайтарды. Бұлан түрлі түспен әдептелген екінші суретті көрсеткенде Бұланға аңтарыла қараған оның жүзіндегі күлкі табы жоғалып, қату қабақпен тістеніңкірей тіл қатты. Бұл мен ғой. Әлденеге қажет болғандықтан әлгіндегі қара суретті қолдан боятып қайта жасатқансың ба? Сен жалпы кімсің? Нені жұмбақтап басымды қатырмақсың? Аты жөнімді айттым әлгінде. Заңгермін. Қаратастық Мәриям апа дегенді естуің бар ма? Сол кісі баласы Иорданның қазасына байланысты ашылмаған жұмбақтардың қағаздарын маған тапсырған. Ой, Құдай-ай, тапсырған деп сыпайыламай-ақ ақшаға жалданғанмын десейші. Бағанадан бері мыжыңдағандағы білмегің осы ма? Одан да Иорданды кімнің өлтіргенін сұрамайсың ба? Қаратастың көкжалы, бөрі бәрін мойындап түрмеге жайғасты ғой.
Абақтыдан босағанда шығар ендігі. Әлде мерзімі бітпеді ме екен? Жалпы әлдеқашан сүйегі қураған Иорданын кімнің өлтіргенін білсе де, жұртты мазалауын қоя алмай алжыған кемпір қара тастағы бар қазақты баласының көзін құртқандарға балап, шаптығып жүр екенді әлі өзі. Өзіңмен бірге ертіп келмегеніңе шүкір. Мұнда да біраз бажылдап, миды бекерден бекер шірітер еді. Ол кісімен талайдан бірге сапар шегудеміз, бірақ бұл жолы ілесуге денсаулығы жарамады. Екі аяғын басуы қиындап, ауруханада емделуде. Ал бөрі туралы мен де солай есептеп, Мәриям апаның сұранысымен түрмеге барғанмын. Жолықтым. Басқа дәлелдемелерін айтпағанда, оның бұған қатысы жоқ дейтінім, ол оңқай екен. Өзіне елең ете қараған Ботабайдың қозғалақтағанын тез аңғарған Бұлан оны осы төңіректі тереңдете сөзге тартуға іштей түйілді. Немене сөз бұл, оңқай дегенің? Сенің бокстан қалалық облыстық жарыстарда чемпион атанғаныңды естігенмін. Демек, боксшы үшін солақай және оңқай ұғымдары саған ұғынықты. Негізгі соққы сол қолмен жасалса, солақай, оң қолмен жасалса, оңқай делінбей ме? Әдетте, солақай боксшы оңқай боксшыға қолайсыздық тудырады, белгілі бір дәрежеде. Мәселен, сен солақайсың. Оны қалай біле қойдың? Енді Ботабайдың үстелге жақындауға ишараланған Бұлан ортаға манағы түрлі түсті суретті қойды. Міне, мына бейнедегі өзіңді таныдың. Енді тұрысыңа назар аудар. Сол қолыңды иегіңнің астына таман көтере, оң қолыңды алға созып, әлдекімнің шабуылынан қорғанбақшы әрекетпен оң жақ тұсыңа қадала қарап қалғансың. Айтқандарым дұрыс па? Кімнен қауіп күттің? Ондағы тұрысымда қандай шатақ бар? Бұл рингтегі боксердің емес, алқын-жұлқын билеген адамның қалыпты бейнесі ғой. Жоқ, билеген адам қолын кеудесіне тартып, қалша билемейді. Керісінше, екі қолын төмен түсіріп немесе жоғары көтеріп, бүкіл денесін қозғалтып билейді. Сол күнгі оқиға енді жадыңа қонақтады ма? Қалай болғанын әңгімелеп берші. Дұрыс айтасың. Бәрі өзіңнің зуылдатқаныңдай жадымызда жаңғырықты. Бейдің әбден қызған кезінде біреу қағып жіберген Фарида тізесімен шөкелеп қалды. Мен дереу оны сүйемелдеп түргелттім де әлгі екіленіп еселене билеген нақұрысты іздедім. Сонша топырдан кімге ен таққандайсың? Менің сол сәттегі қимылым суретшінің экранына ілінген болса керек, деді. Даусына сәл қырыл араласа ентіге сөйлей тоқтаған Ботабай. Одан ары не болды? Кібіртіктемей, сырғытсаңшы. Не болмақшы? Кенет бей тоқтап, топырласқан қыз жігіттерден әлдекімнің құлағанын естідім де, аяғын ауырсынған Фариданы сүйемелдей сыртқа шықтым. Иордан есінен танып жатыр, деді біреу. Иордан демсіз жатыр, десті тағы біреулер. Кенет жедел жәрдем полиция келді. Мәриям апа да жетті айқайлап. Біз біреудің өлгенін қызықтағандай кідіруге ыңғайсызданып қайтып кеттік. Ал сен мені оңқай, солақай деген долбармен осыдан 20 жыл бұрынғы оқиғаға қатысқанға айналдырып, қылмыскер етпексің. Сөйтіп, грек кемпірдің ақшасын сыпырмақсың, ә? Қыз балам ба? Оқыстан тиген соққыдан құлап, жазатайым өлген баласының күнәһарын іздеген Мәриям кемпірдің жылағанына 20 емес 17 жыл. Өзі солай дейді. Әр күнін, әр айын, әр жылын түгелдеп санап береді керек етсең. Егер оны сен топшылағандай бөрі ұрса,
ол бірінші күшті соққысын оң қолымен жасайды да Иордан жастар топырлай билеп жатқан сахна жаққа қарай құлайды. Ал мұнда керісінше оның денесі би алаңының ашықтау тұсында қабырға жағында жатыр. Демек, оған соққы сол қолмен жасалғандықтан солай қарап құлаған. Мұқият назар аударсаң, бұл маңда жұдырығын түйулі тұрған солақай боксер өзің ғана. Сен Фариданы тұрғызбағансың. Оң жағында билеген жігіттің қызды қағып құлатқанын анық көрдің. Содан бидің жылдамдатылған ырғағымен алаңсыз секіре қимылдаған оны бар ашу ызаңмен сол қолыңды туралай аямай соғып жібердің де, дереу суреттегідей қарсы шабуылға әзірлене қалдың. Иордан құлады деген шуды естігенде, өзі де тұрып үлгерген Фариданы сүйемелдей топтан жырылып шықтың ғой. Бірақ ұзамадың. Өйткені оның соңынан іздеп келуін күттің. Маған сенбесең, мына түрлі түсті суретіңе назар салшы. Сенің Фаридаңның құлағандағы даусын естіген Зәмира есімді қыз жалт қарағанда үстіңде қызыл футболка, аяғыңда әппақ нәски мен қызыл кроссовкалы сені көрген. Бірақ құлаған қызды сен сүйемелдеді демейді. Егер Иорданды ұрып жібермей, қызыңды тұрғызып жатсаң, соны айтар еді ғой. Оқиға сенің боямалағаныңда емес, менің баяндағандай болғаны рас қой, дегенде Ботабай басын шайқап күлді. 17 жыл бұрын өткен оқиғаны дәл көзіңмен көргендей суреттегеніңе таң тамашамын. Бүйтіп, адвокатпын әлде іс кесушімін деп үйді аралағанша жазушы болуың керек еді. Бұлан бала, сенікінің бәрі бекер сөз. Ол ешқандай соққыдан емес, жазымнан өлген еді. Бірақ Мәриямның айқайының зорлығы мен бөрі ілінді қармаққа. Басымды қатырмай келген жағыңа қайтқаның жөн, деген Ботабай екеу ара әңгіменің аяқталғанын байқата орнынан тұрды. Мен саған мына суреттің жартысын ғана көрсеттім. Қалғанын өзіңнің мойындайтыныңа сеніп. Сонда жартысы қайда? Оны неменеге тықпыштап отырсың? Видеошы Сапақ жерлесіңді білесің ғой. Оның кім тағы? Қаратастағы Сапоқ па? Жұрт соны Сапақ дейді. Ал мен ылғи Сапоқ деп жынына тиемін. Айтпақшы, оның бұл іске қандай қатысы бар, деді тағы да алаңсыз күлген Ботабай. Қатысы бар ғой. Сол күнгі оқиғаны видеосына түгел таспалапты. Мына суретіңді видеоға тартқан Сапоғың қазір сенің өзіңе қарызыңды әл әзір қайтармайтыныңды есептеп, қалған ақшаңды төлеуді қайын жұртыңдағы Фаридаға ескерту үшін күн аралата соғатынын әйеліңнің төркініне сен туралы білмекке барған сапарымда ұшырасып, өз аузынан естідім, деді. Бұлан қазіргі жағдайды өз пайдасына қарай сәл-пәл бұра сөйлеп. Бірақ Ботабай тағы да бұрынғыша мысқылдай күліп, міз бақпаған қалпын бұзбады. Өзінің дәлелдемекші сөздерін құлағына қыстырмаған оның бұл жолы ашық мойындауынан күдер үзгенде есіне Сапақтың Мәриям апайдың ақшасы сабан ғой, соны пайдаланбайсыз ба деген ілме сөзі түсті. Демек, Сапақтың қолында Иорданға қатысты жасырып отырған басқа да суреттер бар. Енді сол дәл деректерді видеошыға сұраған қаржысын төлеп сатып алу, сөйтіп бұл іске нүкте қою керек. Яғни Сапақты Мәриямның ақшасына жығып, Ботабайдың мысқыл күлкісін күмәраға айналдырмаққа сенімді бел байлаған іс кесуші үстелге жайылған қағаздарын жинастырып жатқанда, Ботабайдың телефоны шырылдап,
Ол біреумен сөйлесуге кірісті. Портфелін қолтығына қысқан Бұлан үй иесіне мен сенімен қоштаспаймын, әзірге сау боп тұр, деді де сыртқа беттеді. Көшеге шығып көлігіне отырғанда сол қолындағы телефонын бұлғай тоқталап өзіне қарай жүгірген Ботабайды көрді. Көлігінің моторын қосып, кабинадан түспеген күйінде күтті айқай иесін. Машинаңды өшір, үйге жүр. Бәрін өзім айтамын, басынан, деді. Ентігі басылмай демін зорға ала сөйлеген Ботабай. Аяқ асты бұл неткен өзгеріс екенін пайымдамай, таңданып, өзіне сұраулы жүзбен қараған Бұланға, ол ит менің қанымды тағы да сормақшы. Түрмеден қорқып, оған жалпылдағанша бәрін мойындап, сол абақтыда отырғаным артық. 17 жыл Мәриям апа қалай боздаса, мына сапақ ит мені де тура 15 жыл қанымды сорып, түгімді қалдырмады, деген Ботабай Бұланды ертіп үйіне кірген соң әңгімесін жалғастырды. Бәрінің қалай болғанын тыңда енді. 17 жыл деген аз уақыт емес қой. Егер сапақ ит болмаса, мен тіпті ұмытқандай едім. Әдейлеп өлтіру үшін ұрғаным жоқ. Егер ол Фариданы қағып жібермесе, қол көтеріп не жыным бар. Бұған дейін ерегіскенде, жауласқанда тіпті сөзбен де ілініскен емеспіз екеуміз. Мен мұны қылмысқа емес, халықтың жазым болса бұламықтан тіс сынады дегеніне жорығанмын да қойғанмын. Арада үйленіп, жұмыс істемекке Әулиеатаға қоныс аудардым. Бала шағамыздың ортасында Фаридамен мейлінше бақытты өмір сүріп жаттым емес пе? Бір күні үйде оңаша отырғанымда сапақ келді сумаңдап. Қаратастың бірді-екілі жаңалықтарын әңгімелеп отырды да кенет Иорданды қозғады. Оны біреудің ұрып құлатып, содан басы тасқа соғылып өлгенін, анасының жер көкті қоймай қылмыскерді іздетіп, бірақ ештеңе таппай, босқа шығынданып жатқанын әңгімеледі. Мен ештеңе білмегенсіп үндемедім. Сол күнді ұмытсаң есіңе түсірейін. Оны ұрып құлатқан сенсің. Бұған менің айғағым бар, деп төбемнен жай тастағандай болған оның жағасынан қалай ала түскенімді байқамаппын да. Үстелге басын тұқыртай еңкетіп, не оттайсың оңбаған ит? Сені жұрт жабысқақ деуші еді. Маған да бәлеңмен жабыспақпысың. Сендей бәлеқорды жабысқақша сығып тастаймын, дедім, бетін қайтарып. Аузын екінші мәрте ашпайтындай шошытпаққа. Қолымнан жағасын босатып, орындығына жайғасқан ол менің алдыма бірнеше суретті лақтыра салды да ұшып тұрып. Суреттерге әбден анықтап қарағын. Сонан соң иманыңды үйіре бер. Видеоны сол күйінде, ал суреттерді көбейтіп, Мәриямға да полицияға да тапсырамын, деп үйден шыға жөнелді. Түрлі түске боялған суреттерден Иорданға қол сілтеген өзімді көргенде есімді бірден жинадым да сапақтың соңынан жүгірдім. Жеткен бойы жалынып кешірім сұрап, үйге қайта кіргізіп, не керегін сұрадым. Мен енді саған келмеймін, талабымды тек телефонмен айтамын. Егер мерзімінде орындамасаң, барлық дәлелді суреттер мен көріністер әлгінде айтқан екі жерге жөнелтіледі, деді. Оның шарттарына көнбеске амалым жоқ еді. Өйткені баласын өлтіргенді індете іздеп, көзін жоятынын жариялап жүрген Мәриямның әрекеттері бүкіл облысты кеулеп тұрған. Соның өзінен сырттай үркектейтін мен қанша ала сұрсам да мынандай фактімен біреуге мәжбүрлікпен байланғанымды бір жола мойындаудан басқа жол таппадым. Содан сапақ мені телефонмен сауа бастады. Айлығым айлықтай, тапқан таянғаным дүниедей, оның обыр аузына құйылып, аранының түбі көрінер болмады. Өлтіргім келген
Бірақ оны өлтірсем де, Иорданды ұрғанымды мойындасам да, мекендейтінім сол түрме. Мынау ақша сұрағанын тоқтатар күндердің күнінде деген үмітпен, сапақтың соңынан салпақтаумен 15 жылым өтті. Соның сұраған ақшасын табу үшін ойынханаға байландым. Ұту емес, ұтылысым молайды. Ең соңында оның қойған шартын бір жола бітірмекке үйімді сатып, бала шағаммен далада қаңғырдым. Бірақ ол оқта-текте мазалайтын әдет тауып, соңымнан қалмады. Фаридаға рахмет, соның бәріне көніп үндемеді. Жүйкем тозған мен кейінгі жылдары оған тыныштық таптырмауға айналдым. Ақырында әйелім төркініне кетіп құтылды менен. Егер Иорданмен арадағы оқиғаны бірден мойындағанымда, ендігі түрмеден босайтында едім-ау деп өкіне ойланамын. Оқиға қалай болған еді, деді Бұлан, өз ойларын тағы да тиянақтай түсу үшін. Бағанағы өзің айтқандай болған. Бәрін көзіңмен көргендей етіп, желдірте әңгімелей келіп, солай болған ба еді деген сұрақтарыңа, иә солай болған дей жаздап барып, тілімді тістедім әлденеше рет. Егер сапақтың иттіктеріне ұрынбағанымда, ештеңені ешқашанда мойындата алмас едің ғой. Солай ма? Ботабай Бұланнан қолдау күткендей қарады. Видеошы сапақтың өзің айтқандай 15 жыл бойы тынымсыз қуғындауымен-ақ сенің жайшылықтағы ұстамды мінезің мүжіле-мүжіле ұнжырғаң түскен. Ішкі жан дүниең босап, езіліп, өзіңді өзің жеген ойлармен жүйкең жүндей түтіліп, әбден қажығансың. Сендегі сондай өзгерістерді алғашқы жауаптарыңнан аңғарылған дауыс ырғақтарыңдағы үзіктерді көңіліме ұялатқан мен араға біраз уақыт салып, саған тағы да жолығуды саусақтарымды санай ойластырып отырдым. Сонда бәрінен біратала болдырған сен 17 жыл бұрынғы оқыс оқиға үстінде Иорданды ұрғаныңды растар едің. Әрине, оған тағы да біршама уақыт керек. Айтпақшы, бағана менің дәлелдемелеріме күле қарап, ештеңені қаперіңе алмай отырдың. Енді бәрі табан астында қалай өзгеріп кетті. Соны айтпаппын ғой. Өзіңіз кетпекке жиналған сәтте телефоным безілдеді емес пе? Қоссам сапақ. Үйіңе адвокат барды ма дейді. Иә дедім. Жақсылап тыңда. Егер менің архивімдегі Иорданды ұруға қол сілтеген суреттеріңді соның папкісіне салсын демесең, 1 миллион ақша дайында дейді. Ондай қаржы менде жоқ. Онсыз да сенің сұрағаныңды табамын деумен тырдай жалаңаш қалып, отбасыммен де ажырасып тындым емес пе, деймін, шырпырым шыға. Астыңдағы аудиіңді саудала, содан соң сіздердің қолдарыңызда болып, малдарыңызды бағамын. Үйлеріңізден ешқайда кетпестен бар жұмыстарыңызды істеймін. Фаридамен қосыламын. Тек тез арада 500 мың теңге тауып беріңіздерші, деп қайын атаң мен енеңе жалын. Аудиң 500-ге өтеді. Қалған 500 мыңды әлгіндей амалмен қайын жұртыңның қолына кірген соң талап етемін. Соған дейін күтемін, дейді Мізбақбай. Сапақтың мына аярлығын естігенде жүрегім жарылып кетердей, тынысым тарылып. Тұншуымды әзер бастымда, ойланбастан сіздің соңыңыздан жүгірдім. Енді не болады, деді Ботабай. Енді не болатынын Мәриям апаңнан естисің. Қаратасқа барамыз. Ол кісінің сондағы ауруханада жатқанын айтқанмын өзіңе, деген іс кесушіге ілескен Ботабай, соңғы жылдары аяғы сирек тиетін, өзіне де беймәлім түйсікпен қарадай үрпие
үркіңкіреп жүретін туған қаласына бет алды. Күн сайын сағатын санап, жолын тосқан адамының табалдырық аттағанын көзі шалған Мәриям, сұлқ жатқан төсегінен басын көтеріп, оның амандасуға созған қолын босатпай, жүзіне қатулана қарады. Мен балаңызға жұдырық жұмсаған, яғни ұрып құлатқан адамды таптым. 17 жыл күткен мына тосын да суыт қабар құлағына тиісімен арқасын жастыққа сүйей тіктелген күйі бұланға тағы да шаншыла қадалған Мәриямның қырыл араласқан зәрдей үні естілді. Қайтып, қалай іздеп, қайдан таптың? Тапқан адамың Иорданымды ұрғанын шынымен мойындады ма? Әлде бұдан 17 жыл бұрынғы қылмыс үшін жауапқа тартылмайтынына, өзіңнің құтқаратыныңа сендірген біреуді, өлмелі кемпір менің ақшамды алдап алуға екеу ара келісіп әкелдің бе? Мына күтпеген сұмдық жалалы сұрақтардан іс кесушінің тұла бойын әттеген айға толы утатыған запырандай ащы өкініш қысты. Сізді обалсынып бекер-ақ шабылыппын. Байлығыңызды тыққан жеріңізден шығармаңыз. Ол адамды да, мені де енді көрмейсіз, деп Мәриямның әлі жібермей ұстаған екі алақанының арасынан қолын сілкей босатқан бұлан жалт бұрылып есікке беттегенде кемпірдің жалынышты зарлы даусы естілді. Ойбай-ау, ақымақ басым-ау, енді қайттым. Айналайын балам, өлілгенімше құлың болып өтейін. Кешіре гөр, мендей жылаудан жанары жабылуға, аяғы жүрмеуге, есінен айырылып алжуға айналған кәрі мыстан қақпасты. Қиқасын шымырлатқан қасіретті үннен еріксіз кідірген бұлан кейін бұрылды. Тобан аяқтанып, бір адым жер басуы мұңға айналған Мәриямның шарасынан шыға, ақ шелдене ақилана бадырайған көздерінен аққан жасы, жүзін жуа, екі қолын созған күйде, барынша мүсәпір халде, соңынан егіле де езіле қарап отыр екен. Кідіріңкіреген іс кесушінің өзіне жүзін аударғанын байқасымен, Мәриям тағы да жаны ышқына, көрсетші маған қылмысын, 17 жылдан кейін мойындаған қашқын кәззапты, деді үні қырылдай естіліп. Жарайды, кіргіземін ішке. Көзіңізбен көріңіз. Содан соңғы сөзді тергеушімен сот айтар, деген бұлан есікті ашты. Ішке сәл-пәл төмешіктей, жан-жағына қарана сұңғақ бойлы, кең иықты, қасы қап-қара, шашы буырыл тартқан, көзі шүңіректеу келбетті жігіт кірді. Тоқта сол жерге. Қозғалма. Сұрағыма ғана жауап бер. Иорданымды аңдаусызда ұрып құлатқаның рас па? Деп, жастығының астын сипалай, денесін тіктеген Мәриямға қараған Ботабайдың рас дегені сол, кенет кемпірдің қолында алмастай жарқ еткен пышақ есік көзінде тұрған бұған қарай сілтенді. Назарын Мәриямның қимылынан аудармаған Ботабай басын бір жағына әзер бұрып үлгерген еді. Зу еткен күйі есікке гірш ете аталып, жерге түспей діріл қаққан пышақтың зыңылына ілесе, кенеттен Мәриямның күңірене өкінген зіл-мауыр айқайы естілді. Ажалсыз екенсің. 17 жыл бойы жылай-жылай екі шырағым сөніп қалғанша, Иорданымды өлтірген ит табылса деп, көзіне пышақ қадап, оны да өзімдей соқырға айналдырып, үнін бір жола өшіруге үлгерсем деп, жаратқанға жалбарына армандадым. Қылмыскер менің емес, полицияның қармағына ілінсе, қарауылдардың оған жақындатпасын білдім де, алыстан пышақ лақтыруға,
Онда да адамның дәл көзінен тигізуге машықтануға бел байлаған мен бейбақ. Соған қаншама жылдарымды сарп еттім. 17 жыл қолымнан пышақ түспеді. Жастығымның астында күні бүгінге дейін пышақ жатты. Осылай дайындалған мен көзіңді ойып алып, сотқа дейін-ақ жазаға өзім тартпақшы едім. Япыр-ай, ажалы жоққа амалың да жоқ екен ғой. Сен жеңдің, мен жеңілдім деген ол аз-кем тыныстап, сөзін жалғастырды. Іс кесуші Бұлан Еркеұлы, саған айтарым, мен бұған кешірімімді бердім. Оны бостандыққа жібер. Адамның ажалына себепші болып, жасырынып жүрген пенденің де көрген күні күн емес. Тартқан азабының да аз еместігін сеземін. 17 жыл өзін өзі жазалағаны да жетер оған. Егер полиция ұзақ жыл жасырынған қылмыскердің табылғанын сүйіншілеп аттана шапса, өзің қорғағын. Ол сенің қолыңнан келеді. Ал саған өлгенімше алғысымды жаудырумен өтемін. О дүниедегі Иорданым, 17 жыл тынбай ажалының иесін іздеген анасы мен бейбаққа да, оны тапқан өзіңе де риза шығар енді, деп көңілінің түкпірінде берішке айналған кесек-кесек түйіндердің тарқатылғанын аңғарта сөйлеген Мәриям төсегіне жатты да, екі қолын кеудесіне айқастыра қимылдамай, үнсіз мүлгіді. Менің қолдаушыларым, назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Авторы Бағдат Қалаубай.